Сәлем менің супер оқырмандарым. Бүгін біз 6 сыныптың 310-шы есебін шығарамыз. 25 метр мата 15 мың теңге тұрады. 36 метр мата қанша теңге тұрады? Бұл есепті біз пропорция арқылы есептейміз. 25 метр матамыз 15 мың теңге тұрады екен. Ал 36 метр матамыз қанша теңге тұрады? Метрдің астына метрді, теңгенің астына теңгені жазамыз. Пропорция дегеніміз, мінекей, бұлай. 25 пен x-ті көбейтеміз, 36 мен 15 мыңды көбейтеміз. 25-ті x-қа көбейтсек 25x, 36 көбейтілген 15 мың болады. 25x тең болады. 36-ны 15 мыңға көбейтсек 540 мың болады. Енді қарапайым теңдеуге айналды. Бұл жерден x-іміз тең болады. 540 мыңды бөлеміз 25-ке. X тең 21600 шығады екен. Мінекей, 25 метр матамыз 15 мың теңге тұрады, 36 метр матамыз 21600 теңге тұрады екен. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар, және де осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар.